Бүгін шаһардағы Тараз политехникалық және сервис колледжінде студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Мақсат цифрландыру жүйесі арқылы сан саланың мүмкіндігін ұтымды пайдалану, жастарды сандық сапада қызмет алу үрдісіне бейімдеу. Қазір өңірде мемлекеттік қызмет көрсетуді электронды жүйеге көшіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бүгінде облыстағы 6 колледжде дәл осындай студенттерге қызмет қылар орталықтар жұмыс істеуде. Олардың көмегімен студенттер түрлі азаматтық мәліметтерге қол жеткізе алады. Мәселен, қарапайым ісі болмағаны жайлы құжат алуға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ түрлі саладағы маңызды мәлімдемелерден құлағдар бола алады. После сегодняшнего открытия Бүгінде еліміз бойынша 24 колледж бар болса, болашақта оның барлығы осындай қызмет көрсету орталықтарымен толықтырылмақ. Ал біздің жоспар бойынша келесі қызмет көрсету орталығы Жамбыл инновациялық колледжінде жастардың игілігіне берілмек. Цифрландыру жұмысты жеңілдетеді, еңбек күшін азайтады. Айтулы шара барысында мамандар білім ордасының жұмысымен танысып, болашақ аспаз, шарсара сынды келешек кәсіп иелерімен кездесті. Осы жастардан көп үміт күтіледі қазірдің өзінде, сондықтан сізде осы қоғам өміріне барынша араласып, барынша белсенді болуыңызды мен сұраймын. Сонымен қатар колледжде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында адалдық дүкені де ашылды. Бұл жоба жастарға адалдық пен мұқияттылыққа үйретеді дейді шарадағылар. Тархан Бақытбек, Мейіржан Ерболатов, Жеті Ньюс.